Саған қажылыққа бару міндет па? Міндет. Иә, міне сатудың бірінші жолы ғой. Сендердің кітаптарың қай тілде? Арабша ма, қазақша ма? Ербол, сен мұсылмансың ба? Тағы да айтамын, мен саған ей деме дедім ғой. Сенің кітабың, киелі кітабың Құдайың жіберген қазақша ма, арабша ма? Жоқ, бірінші тоқтатшы. Сенің пайғамбарың қазақ па, орыс па, араб па? Айтшы. Сен Құдайға сенемін, сенбейсің, соны айтсың. Мен қазақтың Құдайына сенемін дедім ғой, қазір ғана айттым мысалы. Кім ол қазақтың Құдайы? Құдай болып бізде жоқ ондай. Сендер жақта келіп алып ананы істемесең бүйтіп жіберем, мынаны істемесең сөйтіп жіберем, бүйтіп арабтың жеріне бармасаң ренжимін, андай мындай деген претензия қоя беретін Құдай жоқ менде. Ата анаңды құрметте дейді. Осындай ғана қазақша тәрбие берген әңгіме ғана болды. Сен Құдайымызды өзіңе табынып жүрсің, өз ойыңа. Қой, мен әжемнің баласымын мысалға, әжем мені тәрбиеледі. Әжемді менің Құдайым мысалға, бір Құдайым мысалға менің әжем. Сен соны шиікті санайсың ба? Сен өзіңе табынып жүрсің, өзің ойыңа. Мейлі, бастысы араб пен орысқа емес. Дұрыс па? Сонымен Ербол, сен кімді жеңбексің сонда? Мұсылмандарды жеңбексің бе? Мен мысалға, егерде жақсылық істейтін болсам, барып туған жеріме барып бір жетім жесірге бір үй соғып беріп, сондай әңгіме істеймін да. Кендерге ұқсап. Тыңда, арабтарға апарып ақшаңды бермеймін мен. Білген істесің. Неге сен арабтарға ақшаңды апарып бересің сен? Неге өзің туған туыстарыңа бермейсің? Неге туған жеріңе жақсылық істемейсің? Сен қызысың ба мен? Сен мен өмірімді көріп жүрсің ба? Сен сияқтылар мыңдап толып жүр ғой қазір. Қазақты сатып атқандар, кезінде орысқа сатқансыңдар солай. Мәскеуге апарып, қазір Меккеге тасып атсыңдар қазақтың бүкіл байлығын. Нормально ма сендерге сол? Қазақ арабтан Құдай іздеп, қазақты орыстандырды. Одан әрең жазылды дегенді арабтандырып атсыңдар. Нормально ма сендерге? Қазір 10 қазақтың 9-ының есімі арабша. Сендерде қазақша сөз бітіп қалды ма не? Есім бітіп қалды ма? Демек қазақ Құдайды сенеді, Алла сенеді, дініне бер, сосын сондай арабтандырып баратсыңдар ғой сендер халықты, сен сондайды түсінбейсіңдер ма? Кезінде орыстандырды ғой сендер аталарың, енді арабтандырып атсыңдар. Мен саған айтып отырмын, 10 баланың есімінің 8-і қазір арабша. Ербол, сен қанша боқта, айқайла. Мен саған боқтаған жоқ па? Бір сөз боқтаған жоқ мен саған. Мұсылмандар күшейеміз, мешіттер көбейеді, мұсылмандар күшейеді. Әлемде 2 миллиард мұсылман бар. Өз кітабымызды ұстанамыз, Құдайға сенеміз, арабша амандасамыз. Сендерден ақшаны арабтар беріп тұрған ақшаны тастау керек. Бизнес жасаймыз, сауда жасаймыз. Бизнес көмектесеміз. Сен сияқты надандарды тыңдамаймыз. Сен сияқты ұлттарыңды сатып бизнес деп атсыңдар сендер, білесіңдер ма? Ақымақтарды ешкім тыңдамайды. Түсіндің ба, тоқөтер Ербол? Ұлттарыңды сатып бизнес па сол? Ұлттарыңды сату? Сен сияқты надандарды ешкім. Сендерден ақшаны, арабтардан келген ақшаны алып тастау керек. Сол кезде көресіңдер сендер бизнестің көкесін. Ұлт сатқанды сол кезде көресіңдер. Әлі бұл бәрі бір күні болмаса бір күні қазақтың көзі ашылады. Сол кезде сендердің су бетіне шығасыңдар. Ұрпақтарың ұялатын болады. Тура орысқа сатқандардың ұрпағы қазір бізді арабқа сатуда. Сендер сол үшін ұрпақтарың ұялатын болады әлі, білесің ба? Қазір сол келіп ана мешітте елді құлақтан түйіп наныңды тауып жеп жүрсің ғой сен.